Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге ешкі салафан жеп қойғанын қалай білуге болады, ешкі салафан жеп қойса не істеуге болады, сол туралы айтқым келіп отыр. Өзімнің азғантай ойымды, пікірімді жеткізгім келіп отыр. Достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма әлі болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бүгін айтқым келгені, ешкі салафан жеп қойса не істеуге болады. Бірінші мәселе, біздер ешкінің салафан жеп қойғанын біле алмаймыз, оны білу мүмкін емес. Енді примерно қалай білуге болады. Мысал үшін, ешкі жем жемей қалса, шөп жемей қалса, су ішпей қалса білуіңізге болады. Бірақ бұл жерде тағы да бір мәселе бар. Кейбір мал гүпті болып қалуы мүмкін. Яғни көп жем жеп қойса, бір асқазаны қорытпай қалуы мүмкін, тағы да бірдеңе болып қалуы мүмкін. Гүпті болумен енді салафан жеп қоюдың айырмашылығы сәл басқашалау болады. Бас жағында ұқсайды, бірақ уақыт өте уже гүпті болып қалған мал жем жеп, шөп жеп, ары қарай өмір сүріп кете беруі мүмкін. Ал салафан жеп қойған мал бір күн тұрады, 2 күн тұрады, 3 күн тұрады, өліп қалады. Яғни жем жемей 3 күнге дейін өмір сүру мүмкін, ары қарай өмір сүре алмайды. Енді салафан жеп қойғанын қалай анықтаймыз? Енді менің басымдан бұндай оқиғалар өтті, сондықтан айтайын деп тұрмын. Яғни өзімнің басымдан өткен оқиғаларды, көргенімді, білгенімді айтайын деп тұрмын. Ешкі салафан жеп қойса, бір күн күтіп қарайсыңыздар. Бір күн жем жемей, шөп жемей тұрса, күтіп қарайсыңдар. Келесі күні тағы да бір жарты күн күтесіңіздер. Екінші күнге дейін жем шөп жемесе уже болды. Ол мал болмайды, оны дұрысы сойдырып ала қойғандарыңыз дұрыс, егерде мал сойып білмейтін болсаңыздар. Енді неге мен бұл нәрсе туралы айтып тұрмын? Себебі 2020 жылы дәл осындай оқиға біздерде болды. Бір ешкіміз салафан жеп өліп қалды. Енді бұл жерде салафан жеп қойды, анау-мынау деп айту мүмкін емес, себебі біз ешкінің асқазанын ашып көре алмағаннан кейін біле алмаймыз. Бірақ енді бұл жерде тағы да бір мән беретін нәрсе. Салафан дегеніміз ол кішкентай нәрсе. Ешкі біраз жылға дейін салафан жеп жүре беруі мүмкін. Салафан әрі не бері кетпейді. Яғни басынан бастап жеген салафан ішінде тұра береді. Сондықтан да ешкілер 1 жыл, 2 жыл салафан жеп жүре беруі мүмкін. Бір күні асқазанына жиналған салафан где-то бір 10-15 болған кезде диаметрі асқазаны отказ беріп бастайды. Яғни жем жемейді, шөп жемейді, суда ішпейді, тұрады. Салафан дегеніміз міне осындай нәрсе, достар. Тағы да бір айтқым келгені, сол ешкіні мен байқадым, жаңағы өліп қалды дедім ғой, арам өліп қалды. Сол ешкіні мен байқадым, бірінші күні жем жемей, шөп жемей тұрды, келесі күні жаймен жатты. Мен айттым, бұны сойдырып алайық, өзіміз мал сойып білмейміз, сондықтан да барып қасапханаға барып 2000 теңгеге сойдыртып ала қояйық дедім. Жаңағы ешкі ұрғаш ешкет, ішінде лағы бар. Обал болады, анау-мынау деп мал дәрігерін алып келді. Мал дәрігерін алып келмек түгіл, тағы бірдеңе
алып келсе де мал арам өліп қалды. Мал дәрігері келді, бір уколын салды. Сосын ол мал дәрігерді біз ауылдан таба алмай қаладан алып келдік. Ол демалыс күні мазаладыңдар деп 5000 теңге деді ма, бірдеңе деді. Одан келді, алып келдік. 15 мыңға бір укол салды. Мал күпті болып қалған деді. Ішінде лағы бар, лағы нормально деп, анау мынау деп айтты. Осы уколдан кейін нормально болып кетуі мүмкін. Бүгін түннен шықса мал болады, бүгін түннен шықпаса уже ол мал болмайды деп айтты. Енді типа білмегеннен кейін сондай әңгіме айтып тұрды ол деген. Себебі малдың ішінде не болып отырғанын кім біледі оны. Бір аппаратпен қарамағаннан кейін УЗИ ма бірдеңемен ештеңе айта алмайды. Сондай нәрсе айтты. 15 мыңға бірақ ұялмай қалдарма укол салып кетті. Сол түннен шыққан жоқ, ол өліп қалды. Бір сөзбен айтқанда, енді бұл жерде мен білген жоқпын салафан жеп қойған. Содан кейін ол нені өлейін деп отырған жерінен сойдырған деймін, бір адам алып келді түннің бір уағында, сағат 12-де ма, 1-де ма. Действительно ішінде салафан бар дейді. Салафан, нормально салафан бар дейді. Лағынан енді үлкен болмағанмен салафанның көлемін үлкендеу дейді. Примерно салафан бар дейді. Асқазан жұмыс жасатпай тастайтын. Достар, осындай нәрсе, яғни салафан жеп қойса мал. Осындай әрекет жасайсыңыздар, басқа вариант жоқ. Ешкінің салафан жеп қойған осылай білуіңізге болады. Сосын тағы да бір оқиға болды. Ол қайда бұрын 2000 жылдардың бас жақтарында ол кезде ешкілер өріске шығатын еді, малшы бар еді бағатын. Сол кезде бір ешкіміз не жеп қойыпты. Салафанның ішінде арқан бар, где-то 20 сантиметр дей ма, сондай бар диаметрі. Сондай нәрсе жеп қойған. Оны өрісте жүрген болған оқиға. Малшы туалмай атыр деп бауыздапты әйтеуір. Оны барып алып келдік. Сойып ішін ашып қарасақ, ішінде жаңағындай нәрсе жүр. Яғни бір пакет арқан шықты ішінен. Ол оказывается туалмай емес, жаңағы асқазаны отказ беріп, асқазаны бүріп, іші ауырып, содан өлейін деп отырған болған болып тұр сол жерде. Ол әйтеуір жаңағы малшы шұғыл әрекеттеніп әйтеуір бауыздап арам өліп қалмасын деп. Бауыздағанына рахмет деп айтамыз соны. Яғни бұл жерде бұндай оқиғалар өте көп та. Сосын салафан жеп қойды ма, жеп қойған жоқ па білу үшін да ауыл жағыңызда, сіздің тұратын жеріңізде салафан көп па, көп емес па, қораға салафан кіре ме, кірмей ме, соны анықтайсыңыздар. Жалпы қораңыз қуыста болса, кішкене не болса, былай ашық болса қораңыз, жел болған кезде ық жерге қалай болғанда да салафан ұшып келеді. Біздер малды 24 сағат бойы бақылап отыра алмаймыз. Салафан жеп қойды ма, тағы да бірдеңе болды ма деп. Сонда бақылайсыңыздар. Содан да білуге болады, примерно ориентация жасап қарауыңызға болады. Достар, түсінгендеріңіздей, ешкінің салафан жеп қойғанын осылай білуіңізге болады. Бір күн тұрғызасыңыздар, келесі күні жем жемей, шөп жемей тұрса, ол малды сойып тастағандарыңыз жөн. Достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Бүгін мен сіздерге осындай өзімнің азғантай болса да тәжірибеммен, пікіріммен, ойыммен осы видео арқылы бөліскім келді. Жалпы қазақша YouTube'та бұндай видеолар шығарып отырған адамдар жоқтың қасы деп айтуға болады. Көп адамдарға менің айтып тұрған нәрсем мыжың
әңгіме болып кеткен болуы мүмкін, бірақ біреулерге пайдасы тиюі де мүмкін. Егер де менің айтқан нәрсем сіздерге ұнаған болса немесе пайдалы болды деп есептесеңіздер, видеоға лайк басыңыздар, өздеріңіздің көзқарастарыңызды, ойларыңызды немесе тәжірибеңіз болса, осындай жағдайлар болса сіздің басыңызда, комментарийға жазып бөлісіп отырыңыздар, басқа адамдарда оқып біліп отырсын. Сосын міндетті түрде видеоны достарыңызбен немесе тағы басқа адамдармен WhatsApp арқылы бөлісіп отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.